Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Қайта қауыштық. Мен Гүлназ Сәбитовна, гинеколог дәрігер. Бүгін біз өте практикалық және өте көп сұралатын тақырып туралы сөйлесеміз. Циклды қалай реттейміз? Табиғи жолдар. Көп әйел етек кірі тұрақсыз болғанда бірден гормональды таблетка ішуге асығады. Бірақ таблеткаға кіріспей тұрып, алдымен табиғи жолдарды сынап көру керек. Кейде тек өмір салтын өзгерту циклды толығымен реттейді. Бүгін мен сізге осыны айтамын. Мен бүгін сізге мынаны айтамын. Тұрақсыз цикл дегеніміз не? Қашан алаңдаймыз? Цикл неге тұрақсыз болады? Негізгі себептер. Және ең бастысы, табиғи жолмен реттеудің нақты тәсілдері. Ғылыми негізделген, практикалық. Дайынсыз ба? Бастайық. Алдымен тұрақсыз цикл дегеніміз не? Нормада цикл 21-ден 35 күнге дейін болады. Осы диапазонда тұрақты болса, жақсы. Бірақ айдан айға 10-15 күнге ауытқыса, бұл тұрақсыздық. Етек кір кешігеді, немесе ерте келеді. Немесе бірде 5 күн, бірде 15 күн болады. Мол немесе аз болады. Осылардың барлығы цикл тұрақсыздығының белгілері. Тұрақсыз цикл қашан алаңдатады? 1-2 рет болса норма. Стресс болды, ауырдыңыз, саяхат болды, цикл ауытқуы мүмкін. Бірақ 6 айдан астам тұрақсыздық болса, дәрігерге барыңыздар. Тұрақсыз цикл неден болады? Стресс бірінші себеп. Стресс кортизол бөледі. Кортизол гипоталамус, гипофиз, аналық безосын бұзады. Овуляция тоқтайды, немесе кешігеді. Цикл тұрақсызданады. Екінші, салмақ мәселесі. Артық салмақ эстроген артады, цикл бұзылады. Жеткіліксіз салмақ, эстроген аз, цикл тоқтайды. Үшінші, СПКЯ. Ең жиі гинекологиялық себеп. Тоғызыншы, тиреоид мәселесі. Гипотиреоз немесе гипертиреоз, цикл бұзады. Оныншы, шамадан тыс спорт жүктемесі. Профессионал спортшыларда етек кір тоқтайынсы. 11-ші, тамақтану бұзылыстары. Анорексия, булимия, цикл мүлдем тоқтайды. Бірақ бүгін мен емдеу туралы емес, табиғи реттеу туралы айтамын. Яғни аурусыз, тек өмір салтын өзгерту арқылы циклды қалай жақсартуға болатынын. Бірінші жол – стрессті басқару. Бұл ең маңызды. Себебі цикл тұрақсыздығының бірінші себебі стресс. Стрессті азайтсаңыз, цикл өздігінен реттелуі мүмкін. Қалай жасаймыз? Күн сайын кем дегенде 10-15 минут терең тыныс алу. Медитация, жаяу жүру, табиғатта болу, хобби, күнделік жазу, намаз. Осылардың барлығы кортизол деңгейін азайтады. Кортизол азайса, гормондық жүйе қалпына келеді. Овуляция оралады, цикл реттеледі. Практикалық кеңес. Ұйықтар алдында 5 минут терең тыныс алыңыздар. Мұрнынан 4 секунд дем алыңыздар. 7 секунд ұстаңыздар. 8 секунд шығарыңыздар. Бұл жүйке жүйесін тынышталтады, кортизолды азайтады, ұйқыны жақсартады. 3 апта жасасаңыз, циклге оң әсер байқайсыздар. Екінші жол – ұйқыны реттеу. Бұны аз адам біледі. Ұйқы мен цикл тікелей байланысты. Мелатонин, ұйқы гормоны, репродуктивтік гормондармен тікелей байланысты. Мелатонин дұрыс бөлінсе, ФСГ, ЛГ, эстроген дұрыс бөлінеді. Овуляция уақытында болады, цикл тұрақты болады. Ал ұйқы бұзылса, мелатонин аз бөлінеді, барлық гормондар бұзылады. Қалай жақсартамыз? Кеште бірдей уақытта ұйықтаңыздар, таңертең бірдей уақытта тұрыңыздар. Жатын бөлме толық қараңғы болсын, мелатонин қараңғыда бөлінеді. Телефонды жатар алдында 1 сағат бұрын қойыңыздар. Экран жарығы мелатонинді тоқтатады. 7-8 сағат ұйқы, міндет. Бұл гормональды денсаулықтың негізі. Үшінші жол – дұрыс тамақтану. Тамақтану циклге тікелей әсер етеді. Мен нақты айтайын, нені жеу керек, нені азайту керек. Не жеу керек? Бірінші, темір, бай тағамдар. Етек кір кезінде темір жоғалады. Темір жетіспесе, шашағыштық, бас айналуы, цикл бұзылысы болады. Қызыл ет, бауыр, бұршақ, шпинат, кунжут. Екінші, мырышқа бай тағамдар. Мырыш прогестерон өндірісіне қажет. Жұмыртқа, балық, жаңғақ, тауық еті. Үшінші, омега-3. Қабынуды азайтады. Етек кір ауырсынуын азайтады. Гормон өндірісіне қатысады. Лосось, тунец, зығыр тұқымы, жаңғақ. Төртінші, В6 витамині.
прогестеронды қолдайды. ПМС белгілерін азайтады. Банан, картоп, тауық еті, жаңғақ. 5. Д витамині. Зерттеулер бойынша Д витамині жеткіліксіздігі СПКЯ, тұрақсыз цикл, аменорея қаупін арттырады. Майлы балық, жұмыртқа сарысы, немесе дәрігер тағайындаған қоспа. 6. Магний. Стрессті азайтады, ұйқыны жақсартады. Етеккір ауырсынуын азайтады. Қара шоколад, бадам, шпинат, авокадо. Нені азайту керек? Қант пен тәтті тағамдар инсулинді арттырады. Инсулин жоғарыласа, тестостерон артады, цикл бұзылады. Өңделген тағамдар, консерв, фастфуд, чипс, кофе шамадан тыс ішсе, кортизолды арттырады. Күніне 1-2 кесе жеткілікті. Алкоголь эстроген метаболизмін бұзады. Сүт өнімдері. Кейбір зерттеулерде СПКЯ белгілерін нашарлататын айтылады, бірақ бәріне бірдей емес. 4. жол. Салмақты реттеу. Бұл цикл реттеудегі өте маңызды фактор. Артық салмақ майлы тіннен эстроген бөледі. Эстроген артса, цикл бұзылады, мол етеккір болады, эндометриоз, миома қаупі артады. Жеткіліксіз салмақ эстроген өте аз болады, етеккір тоқтайды, сүйек сынуы қаупі артады. Зерттеулер бойынша дене салмағының тек 5-10% жою немесе қосу циклды қалпына келтіруі мүмкін. Яғни үлкен өзгеріс қажет емес, кішкентай өзгеріс үлкен нәтиже. 5. жол. Дұрыс жаттығу. Жаттығу циклды реттейді, бірақ шамасы маңызды. Аз жаттығу тиімді, шамадан тыс жаттығу зиянды. Аптасына 3-5 рет 30-40 минут орташа қарқынды жаттығу оптималды. Жаяу жүру, жүзу, йога, пилатес, велосипед осылар кортизолды азайтады. Инсулин сезімталдығын жақсартады, салмақты реттейді. Барлығы цикл реттелуіне жол ашады. Йога туралы жеке айтайын. Зерттеулер бойынша йога СПКЯ белгілерін айтарлықтай азайтады. 3 ай йога жасаған СПКЯлы әйелдерде тестостерон деңгейі төмендеген, цикл жақсарған. Себебі йога стрессті азайтады, қан айналымын жақсартады, инсулин сезімталдығын арттырады. 6. жол. Шамадан тыс жаттығудан бос тарту. Кейбір әйелдер спортты шамадан тыс жасайды. Күн сайын 2 сағат, марафонға дайындалу. Нәтижесінде етеккір тоқтайды. Бұл атлетикалық аменорея деп аталады. Дене энергия жетіспейді, жүктілік мүмкін емес деп шешеді. Репродуктивтік жүйені өшіреді. Шешімі жаттығу қарқынын азайту. Жеткілікті тамақтану. Бірнеше ай ішінде цикл оралады. 7. жол. Шөп тұнбалары мен табиғи қоспалар. Бұл туралы ғылыми деректерге сүйене отырып айтамын. Кейбіреулері зерттеулерде тиімді деп танылған. 1. Витекс, яғни Авраам ағашы. Пролактинді азайтады, лютеиндік фазаны нығайтады, прогестерон өндірісін қолдайды. Ұзақ цикл, ПМС, жеткіліксіз лютеиндік фаза болса тиімді. Кем дегенде 3 ай ішу керек. Бірақ СПКЯ болса міндетті тексерту керек. Кейде СПКЯ да тиімсіз болады. 2. Инозитол. Миоинозитол немесе дехироинозитол. Инсулин сезімталдығын жақсартады. СПКЯ да циклды реттейді. Овуляцияны қалпына келтіреді. Зерттеулерде жақсы нәтиже берген. Гинекологтар жиі ұсынады. Дәрігермен ақылдасып бастаңыздар. 3. Магний қоспасы. Жоғарыда айттым, тамақтан жеткіліксіз болса, қоспа ретінде алуға болады. Ұйқыны жақсартады, стрессті азайтады, цикл реттеледі. 4. Омега-3 қоспасы. Балықтан жеткіліксіз болса, балық майы капсуласы. Гормондық тепе-теңдікке оң әсер етеді. 5. Д витамині қоспасы. Қазақстанда Д витамині жетіспеушілігі өте жиі. Ерте сынақ тапсырыңыздар. Жетіспесе, дәрігер тағайындаған дозада ішіңіздер. 8. жол. Циклды бақылау. Бұны жиі елемейді, бірақ циклды бақылаудың өзі реттеуге жол ашады. Неліктен? Өзіңіздің цикліңізді білгенде ауытқуларды ерте байқайсыздар, себебін табасыздар. Өмір салтын сол кезеңге қарай реттейсіздер. Қалай бақылаймыз? Телефонда арнайы қолданба, Clue, Flow, Period Tracker немесе күнтізбеге белгілеңіздер. Нені жазу керек? Етеккір басталған күн, аяқталған күн, молдығы, ауырсыну деңгейі, ағу, көңіл-күй, овуляция белгілері, базальды температура.
Осылардың барлығын бірнеше ай жазсаңыз, өз цикліңізді толықтай тану.